Сәлеметсіз бе? Каналға қош келдіңіз. Бүгін біз картоп туралы айтамыз. Сіз картоптың туылған күнін білесіз бе? Ендеше видеоны қолдап жылдың соңына дейін 300 мың жазылушыға жеткізейік. Қолдау күтемін. Каналға жазылыңыз, қоңыраушаны басыңыз. Лайк басуды да ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Ең танымал көкөністердің бірі саналатын картоптың қара тізімге кіргеніне де қаншама уақыт болды. Картоптың құрамында крахмал өте көп болғандықтан ол семіздікке және онымен байланысты барлық ауруларға әкеледі деп саналады. Бұл қаншалықты шындық? Картоптың қырқұлақ ауруын емдеуде алғашқы тиімді ем болғанын бірі білсе, бірі біле бермейді. Оның арқасында С витамині табылған. Ал 1845-1846 жылдары Англия мен солтүстік Еуропада егістік алқаптарында картоп шықпай қалып, халық қырқұлақ ауруынан қырыла бастады. Бірақ бәрінен де негізгі өнімі картоп болған Ирландия қатты зардап шекті. Картоп қырқұлақ ауруына ем. Бұл дертке шалдыққандар картоп жегеннен кейін аурудан құлан тазайып кеткен. Қазірде жемістер мен көкөністер адамдарға арман болған кезде аскорбин қышқылының тапшылығынан құтылуға картоп көмектеседі. Ал жарма, макарон және нан секілді басқа көмірсулы азық-түліктерде С витамині жоқ. Бұл әсіресе адамдар картопты өзі өсіретін ауылды жерлерде өзекті. Соңғы жылдары картоп белсенді зерттеліп қалпына келтіріліп жатыр. Ал 2018 жылдың соңында Нутриенттер атты беделді журналда картоп жайлы жаңа мақала жарияланды. Ол мақала бойынша автор мынадай қорытындыға келген. 200 грамм пісірілген картопта витаминдер мен микроэлементтер айтарлықтай көп, онда К және Б6 дәрумендерінің тәуліктік нормасының жартысына 30% калий, 28% фолий қышқылы, 24% темір, 18% магний, 15% тағамдық талшық бар. 1853 жылы 24 тамызда картоп қытырлағын алғаш рет американдық Джордж Крам ойлап тапты. Бұл кездейсоқ пайда болған дәм. Сондықтан да 24 тамыз картоп қытырлақтарының туған күні деп аталады. Картоп қан қысымына ем. Бүгінде заманауи зерттеу әдістерінің арқасында картоптан бұған дейін белгілі болмаған 60-қа жуық қоректік зат табылды. Мысалы, 2007 жылы тағамтану институтының британдық ғалымдары картоптың құрамында қан қысымын төмендететін кокоамин барын анықтады. Әсер ету механизміне байланысты олар ангиотензинді түрлендіретін ферменттерді баяулатқыш дәрі секілді. Әрине, оның дозасы таблеткадан аз, бірақ айтарлықтай маңызды рөл ойнайды. Бұл зерттеулерде көрсетілген. Сондықтан қан қысымынан зардап шегетін адамдар картопты жиі жегендері дұрыс. Оның үстіне картопта калий және магний секілді маңызды элементтер бар. Сондай-ақ картоптан каротиноид, антоцианин, хлорогендік және кофе қышқылдары секілді антиоксиданттар табылды. Олар қатерлі ісіктен, атеросклероздан, қартаюдан қорғайды. Ол антиоксиданттардың көпшілігі қызыл және көк картоптың қабығында болады. Себебі оларға дәл осы түсті антиоксиданттар береді. Ғалымдар картоптың теріс әсері туралы көптеген болжамдарды жоққа шығарды. Жақында картопқа қатысты жалпылама зерттеулер жарияланды. Және картоптың жүрек пен қан тамырлары ауруларының қатерлі ісіктің дамуына ықпал етпейтіні анықталды. Сондай-ақ семіздікке де екінші типтегі қант диабетіне де картоптың еш қатысы жоқ. Бұл аурулардың қаупін тек қуырылған картоп қана көбейтеді. Картоптың отаны Оңтүстік Америка, күні бүгінгі дейін осы аймақта табиғи жағдайда өсетін жабайы картоп түрлерін кезіктіруге болады. Оңтүстік Америкадан Еуропаға 1565 жылы әкелінген. Ең алғаш Франция ханшайымы Мария Антуанетта картопты насихаттау үшін оның гүлін шашына қыстырған екен. Бұл сәнді король сарайы қызметкерлерінің барлығына лезде сәнге айналып болып кеңінен тараған. Осыдан кейін Францияда картоп өсіру қолға алынады. Тіпті король Людовик картопты кеңірек насихаттау мақсатында қала маңындағы өз бақшасына тек қана картоп отырғызып, оны күзетуді бұйырған. Бір қызығы, картоп ұрлаушыларды тек қана айыптап, ұрыларды ұстамауға міндеттейді. Бұл әрекет картоптың сол елде кең таралуына қолайлы жағдай туғызған. Картоптың отаны Чили болып саналады.
Тарихта 1560 жылдары Испанияға әкелінген картоп кейін Еуропа мен Азияға таралады. Ал Ресейге ол бірінші Пердің ұсынуы бойынша 1765 жылы әкелінген. Қазіргі заманда дүние жүзінің барлық елдерінде картоп егіледі. Достар, видеоны көріп қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Фри жақсы көретін жандар каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше.